жұмыс істеймін, көп жұмыс істеймін, бірақ бір өнімділік жоқ, бір бітірген тірлігім жоқ дейді. Немесе көп жұмыс істеймін, бір асып ақша таппаймын, не істесем болады деген сұрақ. Ассалаумағалейкум достар, сіздер Азаматик Аков YouTube каналындасыздар. Біз апта сайын ғылымға негізделген нейробиологиялық тұрғыдан бір әңгімелер айтудамыз, соны жалғастырамыз. Қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырып басында айтқанымдай өнімділік және көп уақыт жұмыс істеу туралы. Бұл менің өмірімде өте маңызды бір көрсеткіштердің бірі. Мен кезінде мұғалім болып жұмыс істеп жүрген кезде кешке дейін мектепте қалып қоятын, завучпын, бір бүліктер бітіруім керек, журналдар жинауым керек, анасымен 8 кешкі 7-8 тіпті 9-ға дейін қалып қоятын да. Соның бір күні үлкен кісіміз бар еді, мықты бір ұстаз. Сол кісі азеке не істеп жүрсіз деді. Мен айттым, ой, күнде осы ғой дедім. Бітпейді, ана журналды жинағанша, ананы бүйткенше дедім. Неге сонда кеш қалып қойсыз ба дедім. Мен оны мақтанып айтып тұрмын. Мақтанып, ой, мен деген мектебім үшін кешке дейін жүремін деген сияқты. Бірақ ол кісі бүйтіп айтты, азеке, жұмыстан тым кеш қалу, кеш уақытта жұмыстан шығу, ол бір супер өнімділікті емес, керісінше өнімділіктің төмен екенін көрсеткіші емес па деп жай ғана сұрақ қалдырып кетті маған. Сосын мен отырып ойландым, мәссаған, шындығында қалай? Мен осы жұмысты кешкі 6-ға дейін, 6:30-ға дейін бітіре аламын ба? Егер де өмірімдегі артық әдеттерімді алып тастасам, дедім да, зерттеп көрдім, өмірімді өзгерттім. Шынымен де кешкі 6-ға дейін бүкіл сол бұрынғы 8-ге дейін бітіре алмайтын, 9-ға дейін бітіре алмайтын тірлігімді 6-ға дейін бітіретін болдым. Енді не өзгерді? Жүйе өзгерді. Давайте осы туралы сөйлесек. Мынандай бір сенім бар. Білмеймін, сіздерде бар ма? Мысалы, бізде маңдай теріңмен тапқан ақша адал, жаңағы қара термен тапқан еңбектің наны тәтті, ол өте күшті, өте маңызды, бірақ мына нәрсені ескеру керек. Біздің 19 ғасыр ол пролетариат ғасыры, андай бір еңбек ғасыры, 18 ғасыр, 19 ғасыр. Өте қатты бағаланатын қолмен еңбек. Мен әкем 4-ші разряд сварщик болған, ол деген өте қатты бағаланған, монтажник деген сияқты. Ол кезде, ол кісілерге пәтер берілген мемлекет тарапынан, баласы туылған кезде үлкенірек пәтер беріледі, тағы бір баласы туылса 4 бөлмелі пәтер беріледі, солай. Енді Союздың кезінде бұл өте престижді болды, қолмен жұмыс маңызды болды. Бірақ бәрібір мына нәрсені жоққа шығарамаймыз. Тарих бойынша менімен жұмыс істеген адамдар көбірек табыс тапқан, тарих бойынша. Және көбірек басқарушылық қабілеті болған, және власть дейміз ғой, власть болған, қолында күш болған. Сондықтан мына нәрсені ойланып көру керек. Давайте өзгертейік. Қазір заман мынандай. Тіпті барлығы автоматтандырылып жатқан дәуір, барлығы. Тіпті адамдар қазір осындай видеоны өзін AI мен жаңағы искусственный интеллектпен түсіріп жатыр, оны да автоматтандырып жатыр. Барлығы автоматтандырып жатқан дәуірде қазір сізге барып бір нәрсені қолмен істеу үрдісі азайып бара жатыр. Осы біздің қазіргі тақырыпқа тікелей қатысы бар. Көп жұмыс істеу, көп табысты болу немесе тиімді болу деген сөз емес. Бір нормасы бар. Бұны давайте ашайық. Стэнфорд университетінің бір зерттеуі бар. Сол зерттеуде профессорлар мына мәселені зерттейді. Қанша сағат жұмыс істесе адам өте тиімді болады. Қанша сағаттан кейін тиімділігі түк пайда алып келмейді. Енді аптасына 55 сағаттан артық жұмыс істеген адамдардың тиімділігі күрт түсіп кететіні дәлелденген. 55 сағаттан. Біз мысалы күніне шамамен 10 сағат жұмыс істейді десек, бір адам аптасына 6 күн болса 60 сағат жұмыс істейді. Демек тиімділік түсіп кетеді. Енді жексенбі күні бұл кісі шындығында керемет бір эффективті демала ала ма, демала алмай ма, бұл сұрақ. Жексенбі әдетте бізде жұмыс көбейіп кетеді. Ананы бітіру керек, мынаны бітіру керек, үйде бітпей қалған тірліктер жасау керек, базарға бару керек, тойға бару керек, бір нәрсе болып кетеді. Бұл адам демалмады деген сөз. Жалғасып кетті, Енді келесі апта ол тиімділігі түсіп кетеді. Үйістіп жалғаса беретін бітпейтін круг. Тиімділік түсе береді. Ең қызығы мынандай бір жаңағы зерттеуде мынандай бір нәрсе айтады. 55 сағат жұмыс істеген адам мен 70 сағат жұмыс істеген адамның екеуінің жетістігі бірдей. 55 сағат жұмыс істеген, 70 сағат, 15 сағат айырмашылық бар арасында. Бірақ бірдей болып қалады. Неге? Өйткені эффективтілік төмендеп кетеді. Енді біз бұны нейробиологиялық қырынан айтатын болсақ, бізде
шешімдерді қабылдау миымызға қатысты ғой, префронтальная кора шешім қабылдайды. Біздің жаңа ақпараттарды алып қорытатын және есте сақтайтын, қысқа мерзімде есте сақтайтын ол гиппокамп бөлігі. Осы мәселелер сіз артық көп жұмыс істеген кезде және демалыс болмаған кезде, стресс режимінде болған кезде, бұл біздің миымыздың бөліктері шаршайды, дұрыс ақпарат қабылдай алмайды. Енді осы тұрғыдан өте маңызды. Мен көп жұмыс істеймін, барлығын керемет қыламын, демалуға болмайды нәрсе деген адам және уақытылы демалып алған адам, ана уақытылы демалған адамның тиімділігі биік болады, жетістігі көбірек болады. Енді былай деп бұрын бір менің ұстазым сызып көрсеткен еді, бүйтеді да. Біз бүйтеміз ғой, жұмыс, демалыс, жұмыс, демалыс, сондай бір линияда елестетсеңіз, ана кісі бүйтіп айтатын, демалысты жоспарлаңдар деп. Демалыс болады да, мына жерде бірден жұмыс. Сосын қайтадан демалыс, бірден жұмыс. Яғни сіздің миыңыз тынық кезде сіз көбірек шешім қабылдайсыз, дұрыс шешім қабылдайсыз, көбірек тиімділікке алып келеді. Түсіндіре алдым ба? Өте маңызды дұрыс демалу алу, өте маңызды уақытты дұрыс қолдану. Мына ұғымнан арылуымыз керек. Көп жұмыс істесем, көп жетістікке жетем, көп жұмыс істесем, көп табысқа жетем деген мәселеден арылу керек. Енді осындай кезде өзі сезеді адам, бір мен орнымда тұрып қалдым, төк бітіріп жатқан жоқпын деген сияқты. Адам өте ондай деп қатты қимылдап жатқанда өзіне сұрақ сұрау керек. Мен орнымда тұрып қалдым ба? Әлде ойбай жылжып жатырмын деп ойлап, одан самайын батып бара жатырмын ба? Бір орында тұрып қалған кезде адамдар не істеу керек? Әдетінде демалу керек. Достар, мен подкасттарда бөлісіп жүрген ақпараттарды тереңірек, жеке-жеке тоқталғыңыз келсе, міндетті түрде сіз мына кітаптарды оқуыңыз керек. Сен кітабы 2023 жылы шықты, бестселлер кітап атанды, және жылдың үздік кітап номинациясын ұтып алды. Ішінде ми туралы, жоспарлау туралы, ұйқы туралы, әдеттер туралы күшті айтылған бүкіл ақпараттармен. Екінші, мен кітабы психология туралы, еріншектік туралы, қорқыныш туралы, неге мен істей алмай қалдым, неге мен сөйлесе алмай қалдым, неге мен тастап кеттім деген тақырыпта, психологиялық тақырыпта күшті бір зерттеулерді қамтыған кітап 2024 жылы шықты. Үздік кітап атанды, бестселлер болды. Осы екі кітапты қазір алған кісілерге біз 12 курсты тегін беріп жатырмыз. Төмендегі сілтемемен міндетті түрде өтіп, мына кітаптарды алғаңыз. Кезінде 780 мың теңгеге сатылған ақпараттарды біз қазір тегін беріп жатырмыз. Менің ұстазым бар, қатты сыйлайтын, ол кісі бүйтіп айтатын. Мен күніне 2-4 сағат жұмыс істеймін дейтін. Өте бай кісі, өте бай. Күніне 2 немесе 4 сағат жұмыс істейтін дейді. Неге десем, ол айтатын, мынандай нәрсе дәлелденген дейді. Менің енді өзіне қатысып жатыр. Неғұрлым аз жұмыс істеймін, соғұрлым көп ақша табамын дейді. Одан кейін Билл Гейтстің де бір сұхбатында сондай әңгіме бар. Мен таңертең ерте тұрамын да, бірақ 11-ге дейін ғана жұмыс істеймін. Анау ақшаға, табысқа қатысты тірліктердің бәрін 11-ге дейін бітіремін дейді. Неге деп сұрағыңызды, өйткені 11-ден кейін мен тиімді шешімдер қабылдамайды екенмін дейді. Тиімді, маған пайдалы шешімдер қабылдамайды екенмін дейді. Енді әлемнің осындай жетістікке жеткен адамдар айтып жатса, мен де ойлануым керек. Көп жұмыс істеу, уақытымның барлығын соған арнау жетістікпен тең емес. Эффективті жұмыс істеу, бұл бөлек әңгіме. Мысалы, студент кезде немесе оқушы кезде де, араларыңызда көріп отқан болсаңыз, емтиханға дайындаламын, білмеймін, бір нәрсеге дайындаламын деп, ұйқыны да шектеп тастайды, дұрыс тамақтанбайды да, барлығын қысып тастайды, бірақ нәтижесінде ештеңе кірмейді дейді. Жаттаймын, ұмытып қала беремін. Неге ұмытып қала береді? Өйткені тынығу жоқ. Руминация халіне кіріп кеткен, қайта бір кассетаны айналдыра береді, гиппокамп әлсіреп кеткен, жаңа ақпарат сыймайды, мегабайт бос емес. Содан кейін адам тиімділігі түсіп кетеді. Енді осы мәселе біздің табысымызға да тікелей әсер етеді. Басында айттым, маңдай терімен тапқан ақша адал, ол рас. Маңдай терімен таптым деген тікелей мағынасында емес. Ауыспалы мағынасында ойлаңыз. Адал жолмен, ешкімнің ала жібін аттамай, рұқсат етілген жолмен, заңды жолмен ақша табу маңызды, бұл адал. Бірақ бұл тікелей мағынасында терлеп кешке дейін бір нәрсе істеу деген сөз емес. Осыны ескеру керек. Енді ақшаға қатысты болса, біз не істеуіміз керек? Табыс көздеріміздің дұрыс болуы үшін менің менталды халім өте маңызды. Менталды халім менің руминация халім деп алып қолып қойған болса, өткен шақта бір нәрселерді, мусорларды жинап алғам,
ой ана кезде бүйттім сөйттім мен қолымнан келмеді, есіңде ме, бір рет жасап көрдім да түк шыққан жоқ, ана жерде бүйтіп қадап қалдым, мына жерде бүйтіп қалдым деген мусор жинап алған, осы мусордың қорытындысына болашақты ойлайды. Мен қолымнан мүлдем келмейді, уже 3 рет жасадық, мүлдем келмейді дейді да, болашақта давай мусордан арылайық. Енді менің шешімдерім тікелей менің миымның халіне байланысты. Егер менің сенімдерім негативті болса, мен сондай шешім қабылдаймын, мен оны білмеймін да, байқамай сондай шешімдер қабылдаймын. Сосын біздің ақшаға қатысты да мынау менталды тұрғыдан өте маңызды таза болуымыз керек. Мақсат мынау. Егер сіз сондай халде болсаңыз, мына қадамдарды жасап көріңіз. Бір, тоқтаңыз. Мен жақында бір шәкіртіммен сөйлесіп отырмын да, Әзеке, былай болды, түк шықпай жатыр, білмеймін, не істеу керек, бір нәрсе айтамын. Тоқташы. Қашан соңғы рет демалдың деймін. 4-5 ай бұрын дейді да. Отбасыңды ал да, мынау жақын жерде бір жаңағы ыстық су бар ғой бізде, жаңағы горячий источник, сол жаққа бар. Немесе білмеймін, бір жарты күндік бір сапарға бар. Тоқташы деймін да. Тоқта, ештеңе істеме, ойлан, анализ жаса. Мынау перезагрузка жасау керек. Біздің крутой девайстарымыздың өзі, айфоныңыз болсын, андроидыңыз болсын, магыңыз болсын, ноутбугыңыз болсын, бір рестарт жасап тұрмасаңыз, бір перезагрузка жасап тұрмасаңыз, не істейді? Қатып қала бастайды, зависать ете бастайды. Біздің миымызға да анда-санда перезагрузка керек. Әрине бұл түнде жасалатын еді, ұйықтаған кезде, егер ұйқыңыз сапалы болса, бірақ біздің өмірлік ұстанымда да анда-санда бір тоқтау керек. Тоқтайсыз, не үшін тоқтайсыз? Анализ жасайсыз сосын. Тоқтайсыз да ойланасыз да, мен бүгін ешқандай шешім қабылдамаймын, мен тек анализ жасайын. Бірінші қадам тоқтау, екінші қадам анализ жасау. Дұрыс бағытта бара жатырмын ба? Қазірге дейін қандай нәтиже болды? Жалғастырамын ба, жалғастырмаймын ба деген анализ жасайсыз. Үшінші, модельді өзгерту. Егер қазіргі менің өмірімде ұстанып жүрген моделім маған пайда алып келмей жатса, немесе керісінше менің эффективтілігімді төмендетіп жатса, өнімділігімді, онда мен модельді ауыстыруым керек. Енді ол жерде енді міндетті түрде модель бұзылған модель болса, бәріміз білеміз, білмеймін, дұрыс емес өмір салты, дұрыс тамақтанбау, спортпен айналыспау, тіпті жаңағы ішімдік сияқты жаман нәрселер бар болса, міндетті түрде өзгерту керек. Модельді өзгерту керек. Бірақ жоқ, барлығы дұрыс, бірақ ештеңе шықпай жатыр десе, онда да модельді өзгерту керек. Сондықтан, достар, біздің өнімділігіміз мынаған тікелей байланысты. Өйткені сіз байқамай қалатындай жылдамдықта шешім қабылдайды. Сондықтан давайте мынау қырынан қарап көрейік. Ақшаға және өнімділікке қатысты көп жұмыс істеу емес, эффективті жұмыс істеу. Сосын жұмыс істеу уақытын жоспарламай, керісінше демалыс уақытын жоспарлап көріңізші. Өте қызық бір көрініске тап боласыз. Сондықтан мына жақты реттеу керек.